Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгінгі тақырыпта холестерин жайлы талдайық. Бастамас бұрын сіздерге бір кеңес берер едім. Осы видеоны аяғына дейін көріп шығыңыздар. Себебі сіздер бұл видеодан холестерин түсіруіне шынымен ықпал ететін, шынымен әсер ететін 10 кеңес аласыздар. Жалпы көпшілігіңізге холестерин деген не деп сұраған кезде, қанымыздың құрамында жүрген ең бірінші, ең үлкен жауымыз деп елестетеді. Себебі бұл холестерин жоғарылағанның әсерінен инфаркт және инсульт ауруларына шалдығады деп. Енді холестерин біздің ағзамызда түзілгеннен кейін, бұның да бір қызметі, бұның да бір пайдасы болу керек қой. Алдымен қызметі және пайдасын айтайық. Ағзамыздың барлық ағзамыз, денеміздегі барлық мүшелер жасушадан тұрады. Жасуша дегеніміз клетка. Бұл жасушаның сыртқы қабатын мембрана қаптайды. Холестерин осы мембрананың бір құрамдас бөлігі. Және күн сәулесінің әсер етуінен холестериннен D витамині түзіледі. Біздің сүйегімізге D витамині ең керек витамин. Және холестериннен стероидтік гормондар түзіледі. Кортизол, альдостерон және жыныс гормондары түзіледі. Эстроген, прогестерон, тестостерон деген сияқты және өт қышқылы түзіледі. Міне осындай үлкен қызметі және осындай үлкен рөлі бар біздің ағзамызда атқаратын. Холестерин үшке бөлінеді: тығыздығы төмен липопротеидтер, тығыздығы жоғары липопротеидтер және тығыздығы өте төмен липопротеидтер деп. Тығыздығы жоғары липопротеидтер бұл жақсы холестериндер. Біздің ағзамызға пайдасы зор холестериндер. Тығыздығы төмен липопротеидтер дегеніміз бұл жаман холестериндер. Осы тығыздығы төмен липопротеидтердің әсерінен қан тамырымыздың қабырғасына жабысып, бляшка пайда болады. Бұл бляшка қанымыздың қалыпты өтуін бөгеп, қанмен қамтамасыз етуін бұзады. Бұл ауруды атеросклероз ауруы деп атайды. Артынан өздеріңіз білетін инфаркт және инсульт ауруларын алып келеді. Және тығыздығы өте төмен липопротеидтер деген бар. Бұл тығыздығы өте төмен липопротеидтер триглицеридтерді, фосфолипидтерді және холестериннің өзін тасымалдауға қатысады. Егер де сіздер қан анализін тапсырған кезде холестериннің жоғарылағанын көрсеңіздер, осы тығыздығы жоғары липопротеидтер және тығыздығы төмен липопротеидтердің көрсеткішіне мән беріңіздер. Холестеринді табиғи және физиологиялық жолмен түсіру маңызды. Себебі холестеринді түсіретін дәрі статин деп аталады. Егер де сіздер статин қабылдайтын болсаңыздар, қорапшасының ішінде анықтамалық нұсқаулығында жанама әсері дегенді оқып шығыңыздар. Бұны оқыған адамдардың көпшілігі статин қабылдағысы келмейді. Себебі жанама әсері өте жаман. Холестерин жайлы жалпы ақпарат түсінікті болса, холестеринді түсіруге арналған 10 кеңеске көшейік. Бірінші кеңес: медициналық тексеруден өтіп, дәрігердің консультациясын алыңыздар. Себебі тәулігіне 2,5 грамм холестерин ағзада түзіледі. 0,5 грамм тамақпен келеді. Бұл дегеніміз бірінші кезекте ағзамыздың қалыпты қызметінің бұзылуынан болады деген сөз. Бауыр мен бүйректің қызметін тексертіңіз. Өт қапшығын УЗИ-ге түсіріңіз және эндокринологтың консультациясын алыңыздар. Екінші кеңес: күнделікті қабылдайтын дәрі-дәрмектеріңіздің анықтамалық нұсқаулығын оқып шығыңыздар. Егер де холестеринді жоғарылататын жанама әсері болса, дәрігеріңізге айтып, басқа дәріге алмастырыңыздар. Үшінші кеңес: 1 сағат далада жүріңіз. Күн сәулесінің әсерінен холестериннен D витамині түзіледі. Демек, 2 пайдалық келесіздер. Холестеринді төмендетесіздер және D витаминімен ағзаңызды қамтамасыз етесіздер. Егер де 1 сағат жүруге мүмкіншіліктеріңіз болмаса, 2-ге немесе 3-ке бөліп жүріңіздер. Жарты сағаттан күніне 2 рет немесе 20 минуттан 3 рет. Және жүрген кезде секундына 2 адымнан жүріңіздер. Холестеринді түсірумен қоса, жүрек қан тамыр жүйесіне пайдасын тигізгілеріңіз келсе, келесі видеодағы жүрек соғысының қауіпсіз аймағы деген видеоны көріп шығыңыздар. Жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Төртінші кеңес: тамақ рациондарыңыздан жануар текті майларды, фастфуд, полуфабрикаттар, сосиска, колбаса,
Жалпы майлы, тұзды, тәтті тамақты шектеңіздер. 5-ші кеңес: құрамында пектин бар жеміс-жидектерді көбірек жеңіздер. Алма, қызылша, сәбіз, цитрус, өрік, орамжапырақ. Және бұл кеңеске чеснокты да қостым. Чесноктың құрамында пектин жоқ. Ал қалай әсер ететіні жайлы бөлек бейне жазба бар. 6-ші кеңес: зиянды әдеттерден бас тартыңыз. Оған темекі шегу және алкогольді сусындарды ішу жатады. 7-ші кеңес: зығыр дәнін тамаққа қосып ішіңіздер. Таңертең, түсте және кешке бір шай қасығымен салатқа немесе тамаққа және айранға қосып, бұл зығыр дәнін кез келген дәріханадан ала аласыздар және бағасы өте арзан. Орысша семя льна деп аталады. 8-ші кеңес: күніне кем дегенде 1 литр су ішіңіздер, бірақ 2 литрдан артық емес, және 1 литрді бір мезетте емес. 9-ші кеңес: артық салмақтарыңыз болса, салмақ тастаңыздар. Ал бүгіндікі соңғы кеңес: стресстен мүмкіндігінше сақтаныңыздар, ашуланбаңыздар, жақсы көңіл күймен күліп жүріңіздер. Егер де менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Осы холестериннен зардап шегіп жүрген таныстарыңыз болса, видеомды таратуларыңызға да болады.